Ғасыр жасаған әже. Алматы облысы Шошанай ауылында 1922 жылы дүниеге келген Күлпара Жуаш қызы ғасыр ішінде ұлт тарихындағы көптеген оқиғаларға куә болған. Сол кезеңдердегі қиыншылықтарды көзімен көрген жан. Жары Тақабай атамыз майданға кеткенде Күлпара әже күйеуінің қара шаңырағына ие болып, ата енесін баға жүріп, колхоздың қара жұмысынан қол үзбеген. Сол жылдары ауылымызда ер азамат қалмады. Тек бала шаға мен қариялар ғана бар. Тұрмыс қиындап, елдің жағдайы нашарлай берді деп еске алады Күлпара әже. Мен соғыс күйіп тұрған кезінде 42-ші жылы. Сол кезде 16 жасымда осы үйге келін болып. Жалғыз бауырым бар еді. Сол кісі ең болмаса басына орамал салып кетсін деп, мені 16 жасымда үйлендіріп жіберді. Ол вақытта Пузо деген 15-16-дағы қыз балаларды, ол балаларды Пузоға алып кетеді чақтыға. Соған кетсе ең болмаса үйленіп кетсін деп, 16 жасымда үйлендіріп жіберді. Өзі соғысқа кетті. Екі кемпір бір әйел үйде қалды. 5 жаста бір бала, 2 жаста бір бала. Сол 5 үйде қалды. Мені 16 жасымда сатып. Ұзақ жылдар бойы Кеген ауданында еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан әжеміз Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Тақабай атамызбен бірге 13 бала тәрбиелеп өсірген. Тақабай ата да бала шағасының қызығын көріп, 94 жасында өмірден өткен. Ғасыр ғұмырын артта қалдырса да, ардагер әже әлі де қайратты. Өткен күннің оқиғаларын шебер әңгімелейді. Сол жолдасым кетерінде орнына мұғалім кеткен. Күндіз бала оқытам, түн ішінде солқытадық. Мінем, мінгізіп қоядым енді жеңгісің деп. Соғысын қиыншылығы болды ғой. Ашта болдық, жаңалашта болдық. Әйтеуір тірі болғаннан кейін бәрін жеңіп шықтық. Қазіргі енді Құдайға тоба. Менің Күлпарам құдағиым міне 100 жасқа келеді екен. Ең алғашқы бірінші қуанышым, бірінші құдағиым еді бұл кісі. Жолдас Тақабай әрі әкем, әрі бауырым, әрі құдам. Сен 116-ға келем депті, тілегіне жетсін. Енді бала шағасы аман болып, бір күрет тойын жасап, ел жұртының ықыласын етін алып отырса, 116-ға келетіне келеді екен. Күлпара әже ысырапшылдықты ұнатпайды. Дарақылыққа жаны қас, еңбекқор, адами, биік болмысын сақтаған жан. Анамның ең үлкенімін. Мен туылғаннан кейін, 6 айдан кейін әкем соғысқа кетіпті. Анам 17-18 жастағы жас қыз, қар ата енесінің қолында қалыпты. Әкем өз отбасының жанұясында ынтымақ бірлікті, сыйластықты, бейбіт өмірді сақтады. Туған күніңіз құтты болсын. Сіздің қадір қасиетіңіз артыңыздағы ерген ұрпақтарыңызға жұғысты болса екен деп тілеймін. Жасай берсек екен, артыңыздан ілесіп жүре берейік, өмірлі болыңыз. Небәрі 16 жасында тұрмысқа шықса да, өмір жолында кездескен қиындықтарға ешбір мойымай, болашақ ұрпақ үшін аянбай еңбек еткен ақ әженің ғұмыр жолы бүгінгі буын үшін үлгі өнегеге толы. Нағыз еңбек сүйгіштік пен ел жандылықтың, қайсарлықтың үлгісі. Кәрем соғыстан келді. Соғыстан келгеннен кейін, мана қазір Құрал деп аталады, соған
келгеннен кейін 2 айдан кейін 5 айдан кейін паркқа мұғалім қылып жіберді. Өміріміз сол 7-8 жыл неде болдық. Қурайлы сөнен кейін ары қарай сол Нарынқолға көмірші деген жерге барып 20 жылдай сол жерде отырдық. Балалы чағалы адамға отын суы жақсы, ыңғайлы, мектебі бар, сол жерде жұмыс істеді. Пенсияға 1-2 жыл қалғаннан кейін елімізге келіп пенсияға шықты. Қайырда отырсақ та сол бие сауып, қымызын ішіп, өзіміз де іштік, ағайын туған елге береміз. Сондай өмір сүрдік, жақсы өмір сүрдік. Береке ғой қымыз деген. Қымыз үзгенбіз жоқ, кәрем картайғанша. Осы Ұзынбұлаққа кеп те бие саудық. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп, еңбек етсе бәрі болады. 39-41 жылдың арасында жеңгемізді ауылға келін қылып алып келді. Әдемі көз тоятында жас кезінде сұлу, сонда әдемі бойшы болған. Менің де бауырым мықты ғой. Әдемі қыз, Қоңырбөріктің ішінде әдемі қыздарын таңдап алған. 43 жылға қарсы күйеуі армиядан қайтып келді, аман есен. Бұл елдің арасында жүрді. Нарынқол ауданы жаққа көмші деген жерге ауысып кетті. Содан басқа районда жүрді. Осы болашағының алдында әлде болса да жүре берсін, Алланың берген көмегімен. Жақсылық болсын, осы жаңа бейбітшілік заманда жақсы өмір сүріп, ары қарай жалғастыра берсін. Қазіргі таңда ағажеден тараған ұрпақ өсіп өніп, тамырын тереңге жайған, үлкен әулетке айналған. 13 ұл мен қыз тәрбиелеп өсірген алтын құрсақты ана, немере, шөбере, шөпшек, неменесін қосқанда 200-ден астам ұрпақтың асыл қазынасы, шөпшектің қолынан май жалаған ардақты әже. Биыл анамыз 100-ге келіп отыр. Мен ол кісінің 2-ші баласымын. Мен анама өмір бақи алғысымды айтып келе жатқан адамның бірімін. Алыс ауылдарда тұрдық. Магазинге нан келмейді. Сол балалардың барлығына ерекше тәтті нан пісіретін анамыз. Анамыздың ерекше қасиеттері әкеміз екеуі өте тату болды. Біз содан үлгі алдық, өте бір-бірін құрметтеп отырды. Бір-бірін қасымен қабағынан сыйлайтын. Үлкен кісі кариялар кеп шашын алдыртатын, басы көзін жуып беретін. Сөйтіп ерекше құрметтейді. Кейде айтам мен, сіздің мына ұзақ жасағаныңыз осы сізге үлкен аталарымыз бен әжелеріміздің берген батасының арқасы деп. Сізді бүкіл ұрпағыңыз ерекше құрметтейді. Соған лайықтысыз. 100 жастық мерекеңіз құтты болып, халқыңызбен бірге жасай беріңіз. Немерелердің, шөберелердің әлі де қызықтарын көруге Алламыз жазсын деп тілеймін. Адал еңбегімен өмір сүріп, 2 ғасырдың оқиғаларына куә болған Күлпара әже, елдің амандығы мен халықтың бірлігінен артық тілегім жоқ деп отырады үнемі. Елім аман болсын, жұртым тыныш болсын, тілейтұғын тілеуіміз сол. Еңкейген кәрі, еңбектеген жастың тілейтұғыны бейбітшілік болсын дейді ғой. Соғысап халқыма, еліме, жұртыма, жеріме сыза түспес екен деп тілеймін. Балаларым бақытты өмір сүрсе екен деп тілеймін. Немере шөберелерім. Біз бала күнімізде бәрін көрдік. Енді осы ұрпақтарым көрмесе екен, заманы тыныш болса екен, елі бақытты болса екен, өсіп өнсе екен деп тілеймін. Мен мына Күлпара анамыздың қызы әшеменен отау құрғанымызға биыл 45 жыл. Сол кезден бастап бұл кісілер енді мені алғашқыдан бастап ешқашан күйеу бала деп айтқан жоқ. Бұл кісілер балам деді. Мына анамыз, Күлпара анамыз бұл кісі қожатай деп еркелетеді. Сонымен 45 жыл бойы бұл кісілер маған
қайыната енеміз өзіміздің анамыз бен әкеміздей болған адамдар. Қай кезде барсаң да қарсы алып, жылы жұмсағын алдыңа тосып, балам келдің бе деп үлкен құрмет көрсетеді. Біз де ол кісілерді құрметтейміз. Баламды алған баламсың, сен де балам боласың деп. Ол мына күйеу бала деп айтпаймын, сен де менің бір баламын деп айтқаны ғой үлкен кісінің енді. 40 жылдан аса ұстаз болған кісінің сөзі. Туған күні құтты болсын, сол кісіге амандық, саулық тілейміз. Анамыз әрқашанда аман болсын, дені сау болсын. Әжеміздің осындай ұзақ жасауы, адалдығы мен кең пейілділігінде жатқандығына шүбә жоқ. Анамыз ешқашан біреуге таршылық жасап көрген емес. Келген қонағын жылы қабақпен қарсы алып, барын алдына қоя білген жан. Балаларын да солай тәрбиелеген. Жалпы ана деген ол керемет бір ұғым ғой. Менің ұғымымда ана деген ұлы тұлға. Ананы ойлаған кезде менің жүрегім мейірімділікке, қуанышқа, бақытқа, шаттыққа толады. Себебі мен сол қасиеттердің бәрін алып өскен қызбын. Анамыз 13 құрсақ көтерген. Сол анамыздың 13-ші құрсағы кенже қызы мен боламын. Енді осы 100 жасқа толған аяулы анаңыздың бойындағы қасиет қандай десе, мен ең бірінші адалдық деп айтар едім. Өзінің жарына адал, ол кісі өзінің баласына адал, ол кісі көршіге де адал, жалпы халыққа адал болды. Ол кісінің жүрегі шынайы, ылғи, өтірік бір сөз айтпайтын, жаман сөз айтпайтын, балағат сөз айтпайтын, тек жаны жақсылыққа құмар адам. Сондықтан да сол қасиеттің бәрін біз бойымызға сіңіріп өсті. Біздің анамыз Аллаға шүкір, 2022 жылы 100 жасқа толып жатыр. Анама енді бұдан да бұлай денсаулық тілеймін. Осы қалпында біздің ортамызда шынайы, әдемі болып, ақылды болып, бізге әлі де ақылын айтып жүре берсе екен деймін. Алланың берген ғұмырын сүре берсе екен деймін. Бала шағасының, немерелерінің, шөберелерінің, шөпшектерінің бақытын көріп, соған қуанып, марқайып, ұзақ ғұмыр кеше берсе екен деп тілеймін. Жүз жасыңыз құтты болсын, құрметті әпкем. Ердің жасы 2 елу, ердің ері келеді 2 елуге, Ақтүйгін құс қонады мекеніне деген бір қазақтың өлеңі бар. Соғысып әкпе 2 елуге келсіз, 2 елу жасыңыз құтты болсын. Сіз бір Ақтүйгін құс болдыңыз. Мекеніңізді мекендеп, рақатқа бөленіп, бала шағаңыздың арқасында жайнап жүрсіз. Енді осы жасыңызды өзіңіздің артыңыздағы өсіп келе жатқан немере, чөмере, өзіңізден туған балаларға берсін, ұрпағыңыз кен жайсын, бұтағыңыз кен тарап жатыр. Құдай жаратқан адамсыз әкпе. Марат Құда әкпемнің 100 жасы құтты болсын, сол 100 жасты өзің артындағы балаларға берсін. Бұл үйде көңілі кең, жүрегі мейірімді, кеудесі қазыналы, сөзі қасиетті бір жан тұрады. Яғни ол жан біздің әулетіміздің ұйытқысы, біздің асыл әжеміз. Енді өмірдің заңдылығы шығар. Өзім анамнан жастайымнан айырылып, атам мен әжемнің қамқорлығында болдым. Ешқандай жетімдікті сездірген жоқ, қанаттыға қақтырған жоқ, тұмсықтыға шоқтырған жоқ әжеміз. Қазір осы шаңырақта әжеммен бірге өмір сүріп жатырмын. Әжеміздің 100 жас мерейтойы құтты болсын. Әулетіміздің алтын қазығымыз, Алланың берген тағы да жасын жасай берсін. Әжемізге ұзақ ғұмыр тілейміз. Осы немере чопан менің беканың қолында тұрам. Осы бұлар үлкен үйді ұстап отыр. Осы үлкен үйдің шаңырағын шайқатпай, келген кісілерді ренжітпей, екеуінен екеуі бәйбіштерін салып,
Bağır жатыр мен. Жақсы бағады. Орамалымды кірлетпейді. Жақсы бағып, жақсы қағып. Немере шөберем, Иә. Шөберемнің қолында. Жақсы айбаттап береді шайды. Кішкентай балапандарым өсіп жатыр. Әжелеп чауып жүреді. Менің жасымды берсін, жолымды берсін, өсіп өніңдер. Еліңнің, жеріңнің, замандарыңның қызығын көріңдер әкем. Еліңде бейбітшілік болсын. Ақ тілеулі қарияның әлі де арамызда. Немере мен шөберенің шөпшөктің ортасында күліп ойнап, аман жүре беруіне ниеттеспіз. Сіздің өнегелі өміріңіз ұрпағыңызға үлгі.